Бізде екі көлемі бірдей стакан берілген. Бірінде мына ыдыстың қайнаған су бар, бірінде салқын су бар. Қазір мен осы екі стаканға бірдей мөлшердегі шай салам, бірақ екі түрлі су құямын. Бірінші стаканға біз кәдімгі қайнаған су құямыз. Екінші стаканға салқын су құямыз. Сендерге сұрақ. Көлемі бірдей екі стаканға бірдей мөлшерде шай салынды, бірақ екі түрлі су құйылды. Неге екеуі екі түрлі? Қалай жауап береміз? Біз диффузия тәжірибесін көріп тұрмыз. Яғни, жоғары температурадағы судың молекулалары жылдам қозғалғандықтан диффузия жылдам қарқынмен жасалып тұр. Ал төменгі температурадағы судың молекулалары баяу қозғалғандықтан диффузия төмен қарқынмен қозғалып тұр. Біздегі тәжірибелік мысалдардан біз нені байқадық? Функционалдық сауаттылығымыздың іс-әрекетін байқадық. Яғни біз алған теориялық білімімізді іс жүзінде қолдана білеміз деген сияқты. Сын тойып, функционалдық сауаттылық болды.